Өмірдің басқа атауы жоқ. Өмірдің аты өмір. Әр адам өз өмірінің суретшісі, өз бақшасының бағбаны. Сіз қандайсыз? Өміріңіз де сондай. Көңіл жақсы болғаны, өмір жақсы болғаны. Өмір маған кейде тау сияқты, шыңына шыққым келеді. Өзен ағысымен өлі балық қана жүзеді. Жаңа өмір өткенге орын қалмаған сәтте басталады. Бүкіл әлем саған қарсы екенін сезінсең, ұшақтың желге қарсы ұшатынын есіңе түсір. Неден қорықсаң, соған қарсы жүр. Өйткені қорқынышқа қарсы тұрар күшті сол жерден табасың. Әйтпеген күнде бір орында тұрып қаласың. Өмірдегі ең маңызды нәрсе басқалардың айтқанына қарамастан өзіңе сену. Сен берілмегенге дейін жеңілген жоқсың. Егер кері шегінсең, өкінетін боласың. Сол үшін батылдана алға ұмтыл. Ешқашан басыңыз төмендетпеңіз, оны жоғары ұстаңыз. Әлемге тікелей көзіңізбен қараңыз. Өзгенің емес, өзіңнің мақсатыңа жет. Екінші болма. Бір түрлі болудан қорықпа. Саған біреу отказ бер деген деп, сен өзіңнен бас тартпа. Бүкіл жауаптың бәрі өзіңде жатыр. Сен кітаптағы жазылғандардан көп білесің. Бірақ оны еске түсіру үшін кітапты оқу керек. Қателіктен қорқудың өзі қателік. Біреудің сізге көмек беруіне келіскеніңіз, ол сіздің берілмегендігіңізді білдірмейді. Сіздің бұл әлемде жалғыз емес екеніңізді білдіреді. Табыс бақыттың кілті емес. Бақыт болса, табыстың негізгі кілті. Егер сізге өз ісіңіз ұнаса, сіз міндетті түрде табысқа жетесіз. Егер сіз қателік жібермесеңіз, онда сіз тым қарапайым мәселені шешіп жүрсіз, және бұл үлкен қателік. Ешкім де сізден күшті емес, ешкім сізден ақылды емес, тек олар сізден ерте бастаған. Адамның негізгі міндеті күнелту емес, өмір сүру.